Қазақстанның нарықтағы бағасынан 5 есе арзан, тіпті 10 есе арзан бағада, 10 есе арзан бағада Қытайдан товар алдырып береміз деп Айсмұратова халықтан миллиондап емес миллиардтап қаражат жинаған. Қазіргі таңда Айсмұратова тергеуде. Себебі тауарда жоқ, ақшада жоқ. Алматыда бір топ адам Қытайдан арзан товар аламыз деп алданған. Олар ортада делдал болған Арайлым Айсмұратова деген әйелге тапсырыс бергеніміз деп отыр. Инстаграм әлеуметтік желісіне фура товарлардың келіп жатқаны және сол товарларды қабылдап түсіріп жатқан видеолар тарайды. Осылай келе телеграм-каналдар және де WhatsApp желілері ашыла бастайды. WhatsApp чаттарында тұрмыстық техникаларды, жиһаздарды, ыдыс-аяқтардың суреттері шығады, кроссовка, курткаларға шейін шығады. Бағалар расында Қазақстаннан нарығынан 10 есе арзан бағада, су тегін бағада келіп жатады. Бұған қызыққан халық тоқтаусыз бірінен кейін бірі заказ береді. Осылай олар туған-туыстарына чаттың сілтемесін лақтырып, адамның саны 500-ден 800-ге дейін жетеді. Бұл тек Айсмұратованың бір WhatsApp чатындағы адамның саны. Ақша тікелей Айсмұратоваға және де оның көмекшілеріне аударылып отырған, ал көмекшілері тікелей Айсмұратоваға аударып отырмыз деп отыр. Алды 500 миллионнан артық 10 миллион теңгеге дейін жіберген. Тауардың барлығын ауызша келісім шарт бойынша 1 жылдың ішінде келуі тиіс болады. Бірақ тауарлардың алды 2 жыл болады. Соңы әлі күнге шейін чаттарды жаппай заказ жинап отқандар да бар. Бір қазақтың қызымыз ғой деп ұрандатып, Алла деп аузынан тастамай, қара халықтың сеніміне кірген Айсмұратовадан тауарын ала алмай жүрген, ақшасын ала алмай жүрген бір қауым ел тұр. Аңқау халқым-ай, сенгіш халықпыз ғой. Қазір нелерің бар, өздеріңнен көріңдер деген пікір таласта болуы мүмкін. Заказ берген әр азаматшылар қарап отырмай арзан бағада алып, 5-10 тиын болса да пайда табайын деп жүрген жандар еріккеннен ақшасы астасқаннан заказ берген жоқ. Арттарында қанша клиенттер тұр, миллиондаған суммалар, миллиондаған тауарлары кешіккен халық группада отырып товарын сұрап, болмаса пікір жазса группадан шығасың деп қорқытып отырған. Үлкенді үлкен, кішіні кіші демей сен деп сөйлеп, дөрекі сөйлеп, аяқ жағы боғауыз сөздер айтыпты. Арыз жазсаңдар жазыңдар, тауарда жоқ, ақшада жоқ деп тағы қорқытып сөйлеткізбеген. Бізге товарымызды тауып бер, артымыздан сеніп тапсырып берген халықтың аманатын тапсырайық. Болмаса ақшаны осыншама халықтың миллиондаған ақшасын жинап алып, шетел аралап қыдырып келдіңдер ғой. Халықтың аманатын мойындарыңа асып алып, енді бұлай мүләйімсімеңдер. Қаншама отбасы ажырап кетіп жатыр. Қаншама отбасы береке қашты, қаншама отбасыда ұйқысыз түндер өтуде. Шыдамның да шегі бар деп күте-күте шаршаған халық енді бірігіп Айсмұратоваға және де оның менеджерлердің барлығына арыз жазуды ұйымдастырып отыр. Судың да сұрауы болады. Товарларың келіп тұр, шекарадан өтемей тұр. Фура товарлар келіп тұр деп халықтан тағы да растаможкаға деп ақша жинап алады. Себебі растаможка төлемесек тауар келмейді. Осындай нәрсе шықты енді. Менің қолымнан басқа ештеңе келмейді. Айсмұратова халықтан растаможка жазбай, бірнеше мың ақшаларды жинап уақыт беруін сұрап отыр. Келіп тұрған товар шекара көлемінде товарларыңды ақшаларыңды орнына қойып тағы да алдап соқты. Ал осы атқа шейін 12 айда келеді деген товарлардың келмегеніне 2 жылдың уақыт күткенімізді жетер. Біздің товарымызды орнына қойып бер, болмаса ақшамызды қойып бер. Сонша ақшаның бәрін қайда құрттыңдар, қайда жұмсадыңдар? Миллиондаған ақша емес, миллиардтаған суммалар кетті ғой деп ашынып отыр.